Саламатсыздар ма? 9 сынып информатика 3 тоқсанның 1 сабағын бастаймыз. Bir өлшемді массив. Массив бір текті заттар немесе нысандардың ұстаз алғандағы жиынтығы. Массивтің түрлері бір өлшемді, екі өлшемді, көп өлшемді болып келеді. Массивтің типтері сандық, мәтіндік және символдық. Массивтің ерекшелігі элементтердің барлығы бір типті, элементтер бір атаумен аталады, элементтер жадта қатар орналасады. Массив элементінің мәні бұл жерде кестеде қатар орналасады. Массив атауы А массиві берілген бұл жерде. Міндетті түрде Python'да кестелер 0-ден басталады. A0, A1 деп A7-ге дейін. Бұл жерде 8 кесте берілген, бірақ 0-ден басталғандықтан A7-ге дейін. Массив атауы бұл жерде A4. Массив элементінің индексі 4. Индекспен атауды шатастырып алмаймыз. Массив элементінің мәні A4 яшығында 23 саны орналасқан. Массивті таныстыруда from array, import array аламыз. Атауы A кестесі берілген бұл жерде. Индекстің массив бастапқы мәні array деп беріледі. Бірдей типті массив элементтеріне құралған. A тізімі бүтін сан, символ, нақты және жолдық типтерден құралған. Bir өлшемді массивтерге есептер шығару. Bir өлшемді ұзындығы 10-ға тең A10 массиві берілген. Осы массивтегі 10 элементтер санын тап. Python'да соның программасын құрастырамыз. A list map int input, яғни массив, яғни list деп аламыз. Математикалық модуль шақырамыз. Map бүтін санды енгіземіз. Split арасын бөліп жазу деген мағынаны білдіреді. Print len A, яғни ұзындығы. A-ның ұзындығы. Бұл жерде A массивінің. Point range len A, яғни I үшін len, яғни A ұзындығынан орындау. Егер A-иміз 0-ден үлкен болса, яғни оң сандар болса, осы сандардың қосындысын тап. Торды қолданған кезде бұл жерде түсіндірмелі жақша деген мағынаны білдіреді. Run орындауға жіберіп көрейік. Мысалы үшін түсіндіретін болсам, list map int input split деп аламыз. Ұзындығын табамыз және оның оң сан екенін шартта қолданамыз. Және оң сан болған жағдайда олардың қосындысын шығарамыз экранға. Run. Бізге сан бер деп жатыр. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1, 2, 3, 70, 80, 90. Мысалы үшін кейін 15 деп алсақ. 10 сан берілді. Мына жерде 10 берілді. Ұзындығы, яғни кестеде 10 деген сөз. 10 орнын ажыратып беріп отыр. 10-ның өзі 10-ға 20-ны қоссақ 30 болады. 30-ға 30-ды қоссақ 60, 60-ға 40, 100, одан кейін 150, оған 60-ды қоссақ 210, оған 70-ді қоссақ 280, кейінгісі 360, осылай барлық санның қосындысы 465 шығады екен. Bir өлшемді массив берілген. Осы массивтегі P санына қалдықсыз бөлінетін массив элементтерін экранға шығар. Бұл жерде де list map int input split, P int input, яғни A-ны енгізіп аламыз. P-ны енгіземіз. Бұл жерде A-ны табамыз. P-на егер I-ді бөлгенде P-ға қалдықсыз бөлінетін болса, онда экранға I-ді шығарамыз. Программасын құрамыз. Run. Мен уақытты жоғалтпау үшін жасап қойдым дайын. Бізге санды бер деп тұр. Яғни бірінші 10 берек, 20, 30, 40, 50 дейік мысалы үшін. Одан 10
14 беріп көрейік. Және 15. Деймізді бұл жерге 10 береміз. Сонда бұл жерде бірінші тізімді шығарып отыр. Берілген сандарды. Екіншісі 10-ға қалдықсыз бөлінетін сандарды шығарып отыр. Бір өлшемді массив берілген. Осы массивте бір ғана 0-ге тең элемент бар. Осы элементке дейінгі массив элементтерін экранға шығар. 75-ші беттегі 3-ші есеп. Іске қосамыз. Ран-ран ондауға жібереміз. Яғни бұл жерде аны енгіз деп жатыр бізге. Мысалы үшін 1, 2, 3, 4, 5, 0 деймізді ары қарай 6, 7, 8, 9 сандарын береміз. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5 деп шығарды да мына жерде. Берілген біздің кестеміз. Бұл жерде не үшін 5-ке дейін шығарып отыр, өйткені біздің шартымызда осылай берілген. А-ны енгізіп аламыз бірінші, А-ға орын ажыратып аламыз. Фойын А, И үшін А-ны орындау. Егер тармақталған алгоритмді қолданамыз, мына жерде фо параметрлі циклдік алгоритм, қайталану саны белгілі циклдік алгоритм. If тармақталған алгоритм. Егер i'міз 0-ге тең болған жағдайда брик, яғни тоқтату, үзу деген мағынаны білдіреді. Брик осы жерден жұмысты тоқтатамыз. Ары қарай жалғастырмау деген мағынаны білдіреді. Және бір көз жеткізіп шығарып көрейін. 9, 8, 7, 0. Бұл жерде 9, 8, 7, 6, 5 депті. Осы жерге келгенде 0-ге келген кезде олар жұмысты тоқтатты. Ары қарай жалғастырмайды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.